Сәлем қыздар, бүгін біз өте дәмді сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ертілген сармайға 50 грамм қант қосып, үстіне бір жұмыртқа қосып, миксермен араластырып аламыз. Оның үстіне бір шай қасық разрыхлителді араластырып, қамырымызды өте жұмсақ қылып илеп алуымыз керек. Қамыр илеп болғасын формамыздың үстіне жайып, вилканың көмегімен тегістеп шығып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді начинкасына сүзбе, қант, ванилин, қаймақ және бір жұмыртқа салып, осылай блендердің көмегімен араластырып аламыз. Тоңазытқыштан шыққан формамызды аламыз, үстіне құйма массамызды салып, 180 градус ыстық пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Дайын ас болсын. Сіздермен болған Анар Елемесқызы.